Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге дүниежүзі тарихы пәнінен екінші дүниежүзілік соғыс бөлімі бойынша екінші дүниежүзілік соғыстың қорытындылары мен себептері қандай болды тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақта біз екінші дүниежүзілік соғыстың себептерін, сипаты мен салдарын талдаймыз. Ұлы отан соғыстың жеңісіне кеңес халқының қосқан үлесін бағалаймыз. Екінші дүниежүзілік соғыстың себептері. 1919 жылы Германияның экономикасына кері әсер еткен Версаль келісім шарты, Адольф Гитлердің ұлттық идеялары мен саясаты, әлемдік экономикалық дағдарыс. Германияның КСРО-ға басып кіруі 1941-45 жылдардағы Ұлы отан соғысы екінші дүниежүзілік соғыстың барысын өзгертті. Кеңес одағына қарсы Германия жалпы адам саны 3 миллионға жуық 153 дивизия дайындады. Германияның әскерлері 3 бағытта ұйымдастырылды. Солтүстікте Шығыс Пруссия, Прибалтика, оңтүстікте Польша, Киев, Қара теңіз бен Азов теңізіне дейін, орталықта Смоленск, Мәскеуге қарай бағытталған еді. Германияның күтпеген шабуылы Кеңес одағын таңғалдырды. Шекараға жақын қорғаныс шептерінде әскерлер орналаспаған еді. Дегенмен жауға қарсы кеңес әскерлері жан аямай күресті. Бастапқы кезеңдегі Германияның жеңісі антифашистік одақтың құрылуын тездетті. Осы жолда әскери көмек мәселелері шешілген. 1941 жылы Мәскеу конференциясының маңызды қадамы болды. 1941 жылы қарашада ақш Лидлис заңы күшін КСРО-ға тартты. 1941 жылы желтоқсанда ақш-тың қосылуынан соң соғыс жаһандық сипат алды. Көп ұзамай КСРО, Ұлыбритания, ақш әскери саяси одағын құрды. Саяси жүйесі әртүрлі мемлекеттің фашизмге қарсы бірлескен әскери қимылдары басталды. Кеңес әскерінің стратегиялық маңызы. Ленинград қоршауы, Мәскеу, Сталинград шайқастарында тойтарыс беруі Европада екінші майдан ашылуын жеделдетті. 1943 жылғы Мәскеу конференциясының соғысының барысында қатыгез әрекеттерге жауапты басты қылмыскерлерді жауапқа тарту мәселелері шешілді. 1943 жылғы Кайро декларациясында ақш, Ұлыбритания, Қытай, Жапония елдері әскери қимылдар жасауға келісті. Жапонияның барлық жаулап алған аймағы қайтарылып, Кореяға тәуелсіздік беру мәселесі шешілді. 1945 жылы 4-11 ақпан аралығында Ялта конференциясының кездесуі бұл үш мемлекеттің соғыстағы негізгі үш мемлекет көшбасшыларының әлемдік деңгейдегі өзгерістерге бастаған қадамы болды. Шығыста сондай-ақ ақш, Ұлыбритания, Жапонияға қарсы шабуылдар ұйымдастырылды. 1945 жылы 2 қыркүйекте Жапония тізе бүгумен аяқталды. Сонымен 61 мемлекет қатысқан 1939-45 жылдар аралығында жаһандық соғыс 60 миллионға жуық адамның өмірін қиды. Ондаған миллион адам аштықтан қайтыс болды. Жеңіліске ұшыраған Германия, Италия, Жапония ірі державалар қатарынан шығарылды. Франция мен Ұлыбритания әлсіреді. ақш пен КСРО ұлы державаларға айналды. Әлем картасында жаңа тәуелсіз мемлекеттер пайда болды. Жаңа геосаяси жағдай қалыптасты. Капиталистік және социалистік болып, ең басты нәтижесі КСРО шешуші рөл атқарып, фашизм жеңіліске ұшырады. Екінші дүниежүзілік соғыстың қорытындысы. КСРО, ақш, Ұлыбритания, Франция мемлекеттерінің антигитлерлік қарсылық бірлігінің барысында фашизм талқандалды. Фашистік мемлекеттер Германия, Италия, Жапония жеңілді.
фашизмнің қол астында халықтар күрес жүргізіп, өз елдерінің тәуелсіздігін орнатты. Фашистік Германияның мен милитаристік Жапонияны жеңуде КСР халықтарының ұлы жеңісі маңызды рөл атқарды. Соғыстың негізгі ауыртпалығын КСР мемлекеті көтерді. Бұл соғысқа 61 мемлекет қатысты. Соғыс жылдарында 70 миллионнан астам адам өлді. КСР жағынан 26 миллион адам қаза болды. 1710 қала мен қала типтес елді мекендер қирады. 70 мың ауыл жойылды. 2,5 миллион адам баспанасыз қалды. 32 мыңнан астам өнеркәсіп істен шықты. Бүгінгі алған білімдеріңді пысықтап, бекіту мақсатында бірнеше тапсырмалар әзірленді. Назарларыңыз экранға. Германияның КСР-ға жасаған шабуылы бағдарларымен сәйкестендіріңіз. Кәнекей, кірісейік. Уақыт кетті. 5 секунд. Рахмет, балалар. Енді жауаптарыңыздың дұрыс жауаптармен салыстырып көрелік. Тапсырманы сәтті орындағандарыңа сенімдімін. Оңтүстік бағыт Польшадан Киевке қарай, солтүстік бағыт Смоленск мен Мәскеу және орталық бағыт шығыс Пруссия, Прибалтика арқылы Ленинградқа бағытталды. Келесі тапсырма: бос орындарға тиісті кілт сөздерді қойып, сөйлемді толықтырыңдар. Назарларыңыз тақтаға мұқият болайық. 5 секунд. Жақсы, рахмет. Енді дұрыс жауабын тексеріп, өзіміз бағалайық. 1941 жылы қыркүйекте ақш, Ұлыбритания мен КСР тарапынан ұйымдастырылған конференция нәтижесінде Кеңес-Герман соғысында өзара көмек көрсету мәселелері шешілді. Нәтижесінде ақш майданға қажетті әскери материалмен қамтамасыз етуге көмек көрсететін болды. Екінші дүниежүзілік соғыста КСР-ның шешуші рөл алуы социализмнің әлемге тарауына жол ашты. 6 жылға созылған Екінші дүниежүзілік соғыс Германияның жеңілісімен аяқталды. Рахмет. Енді сабағымызды кері байланысына ББ әдісін ұсынамын. Кәнекей, кестедегі 3 бағанды толтырайық. Үйге тапсырма: бәрімізге ортақ ұлы жеңіс тақырыбында 120-50 сөзден тұратын шығарма жазыңыз.